менің атым Сания. Бұл ас болсын бағдарламасы. Достар, біз бүгін аты затын сипаттайтын, пішіні бүйрек, ішіне қосылатыны да бүйрек, аты да бүйрек, қазақтың ұлттық тағамын әзірлейміз. Оның жасалу жолын бізге көрсетіп үйрететін Асылгүл апайымыз. Қош келдіңіз, Асылгүл апай. Қош келдіңіздер. Ал көрермендерімізге жалпы бүйректің не екенін айта аласыз ба? Бүйрек дегеніміз қазақтың ежелгі ұлттық тағамдарының бірі. Қазақтар құдаларын құдайдай сыйлап, әсіресе құда келгенде, құда қарсы алғанда істейтін тамақтың бірі. Және үлкен мереке тойларға істейтін тағамның бірі бұл. Бүйректі жасау үшін керек азық-түліктер: қойдың іш құрылысы, бауыр, бүйрек, өкпе, бауыр, бүйрек, өкпесі қойдың. Және пияз керек болады бізге. Қамыр жасауға ұн мен сүт және шай соусы мен тұз керек болады. Ал онда бастайық. Бұл тағамды дайындау үшін ең алдымен өкпе бауырымызды пісіріп аламыз. Ол үшін міне бізге кастрюль керек болады, мынандай ыдыс. Ішінде суы бар. Газға қойып, міне плитаға қойып, ең бірінші өкпе мен бүйрегін саламыз. Өкпе мен бүйрегін салып, бауырды кейінірек саламыз. Өйткені бауырды тезірек піседі. Тұзын саламыз міне. Осылай қойып, етін жауып қоямыз қайнағанша. Өкпе бауырымыз пісіп атқанша дейін біз бүйректің қамырын әзірлеп қоямыз қазір. Қамырын әзірлеу үшін бізге керегі ұн, сүт және шай соусы мен тұз керек болады. Жарты литр сүт құямыз. Оны маған Сания жылытып береді кішкене. Сол жарты литр сүтімізге бір қасық шай қасық, бір қасық нан соусы мен бір қасық тұз қосамыз. Сәл осылай басу керек. Бір 5 минуттай. Сонда ие қанат дейді. Осымен қамырымыз дайын. Бұл қамырды енді біз 1 сағаттай, жарты сағат 1 сағатқа үстін жауып, бұлай бұқтырып қоямыз. Осымен өкпе бауырымыз пісті. Біз оны осылай сүзіп алдық. Енді біз осындай тәсілмен кішкентай бауырымызды кішкентай бөліктермен турап болғаннан кейін енді ет өткізгіштен өткіземіз. Өткізгіштен өткізілген өкпе бауырымызды пияз араластырып қуырамыз. Оған керегі бізге пияз,
Piyazımızda kurup aldık. Негізі бір келе ет тартқыштан тартылған етке өкпе бауырға 3-4 үлкен пияз қосылған жасы дәмді болады. Енді пиязымызды қуырып алдық. Осының үстіне өкпе бауырымызды саламыз. Енді пиязымыз бен өкпе бауырымызды бір сәл жарты қасық тұз қосамыз тағы да үстіне шамалап қойып. Және бұрыш қосамыз. Қара бұрыш. Әр адамның жақсы көргеніне қарай, кейбіреулері бұрышты көбірек болса дейді, кейбіреулер шамалап. Мен жарты қасық бұрыш қостым, қара бұрыш. Енді жақсылап араластырамыз. Осыменен қамырымыз, дайын қамырымызды былай алып шығарамыз. Он себеміз. Қамырымызды былай салып, мынандай тәсілмен кесеміз. Осындай домалатып шұжық тәсілді қамырдан. Қазақтар қыз балаларды қамыр жайып, кішкентай кезінен үйретеді. Біз ертең тұрмысқа шыққанда қамыр жайып білмесе, ұят болады. Қандай қамыр жайса, ой қандай бәрі біледі екен сәне. Ал енді бауырымызды салып, қамырға былай бүйрек істейміз. Былай жағамыз. Сосын былай бұру керек. Сонда табамыз үлкен болғасын, көбірек саламыз. Араластырып тұрамыз. Біргелкі болып пісіру үшін осылай. Вообще салып керек. Майсың кетеді. Осыменен біздің бүйрегіміз дайын. Оны осындай ыдысқа салып, ортасына сары май ертіп қоямыз былай.
Соныменен міне бүйрегіміз дайын. Ас адамның арқауы деп бекер айтпағаны да болармыз. Сондықтан да біздің осы ұлттық тағамдарымызды ешқашан да ұмытпай оны дәріптей берейік. Астарыңыз дәмді болсын.